Өкін еліктен киелі, топан су тартылып, таулардың төбесі көрінеді. Асқар таулар, Нұх маған тоқтайды. Адамзат ұрпағы менен қайта таралады деп таласады. Тұран даласындағы Қазғұрт тауы сынықтық көрсетіп, бұл дәрежеге лайық емеспін. Ұлық Алла орынбасарын биік тауға тоқтатар, дейді. Алла Қазғұрттың кішіпейілдігіне риза болып, Нұх кемені Қазғұртқа қондыр, тіршілік сол жерден басталсын деп әмір береді. Нұх, Қазғұрт тауы қайда, деді. Ұлық Алла сонда үкі деген құс жаратып, мына үкіні қасың ал, оның көзі өткір, түнде көреді. Қазғұртқа баратын жолды сол біледі, деді. Үкі Қазғұртқа жеткенше кеменің алдында жол көрсетіп ұшып отырды. Нұх Жида тауын, сосын Арарат тауын айналып өтті. Кеменің желкені көрінгенде таулар балбырап балқып кетіпті. Сондықтан да олардың жақпарында кемеге ұқсас жартастар түзіліпті. Нұх Қазғұрт тауына аман есен тоқтайды. Кеме тоқтаған бетте пайғамбар кіші ұлы Жаппасқа осы жерге Қазғұр деп бұйырды. Өкіге риза болған Нұх пайғамбар, орман тоғайдың иесі бол, шаңырағымның киесі бол деп бата берді. Содан өкіге айрықша кие дарыды. Адамдар оны тіл көз тимесін деп баланың бесігіне, қыздың бөркіне тағатын болыпты.